Сәлем, бүгін саған қант диабеті механизмін оңай әрі түсінікті тілде айтып беремін, сол үшін соңына дейін қара. Организмде екі түрлі жасушалар бар. Алғашқысы инсулинге тәуелді және инсулинге тәуелсіз. Инсулинге тәуелді жасушалар олар қанқа, жүрек бұлшықеттері және май тіндері, ал инсулинге тәуелсіз ми мен нерв тіндері. Яғни ми мен нерв тіндері аттар айтып тұрғандай, инсулин болмаса да глюкозаны сіңіріп қажетті энергиясын жасап ала береді екен. Инсулинге тәуелсіз жасушалармен барлығы түсінікті, ал инсулинге тәуелді жасушалармен не болмақ? Қанның ішінде глюкоза деңгейі көтерілген кезде инсулинді өндіретін ұйқы безінің бета-клеткаларының глюкорецепторларына сигнал келеді. Глюкорецепторлар келген сигналды бета-клеткаларының рибосомасына жібереді, ал онда проинсулин өндіріледі. Проинсулин активтеніп, инсулин болып қанға шығады. Қанға шыққан соң инсулинге тәуелді клеткалардағы рецепторлармен байланысып, глюкозаны клеткаға кіргізуі керек. Ал глюкоза клеткаларға кіре алмаса, клеткаларда энергия өндірілмейді және қанда гипергликемия болады. Қазіргі айтқан механизмді қантты диабетпен байланыстырып көрейік. Қантты диабеттің бірінші және екінші типтерін бөледі. Кейбір әдебиеттерде үшке бөледі деп айтады. Жоғарыда айтылған механизмдердің кез келгені бұзылса, бізде қантты диабеттің бірінші типі пайда болады. Мәселен, глюкорецепторлар сигналды қабылдамайды, немесе қабылдайды, жай ғана рибосомаға жеткізбейді. Рибосома проинсулин өндірмейді, проинсулин инсулинге айналмайды, немесе қанға шықпайды деген секілді. Қантты диабеттің бірінші бөлімін айтып болғанша 90 секундымыз өтіп кетіпті. Видеоның екінші бөлімін қаласаң, комментарийға жаз.